Мен жай ғана мұғалім емеспін. Мен бала жанның бағбаны, болашақ тұлғалардың бағыт-бағдарымын. Бүгін мен сіздерге өзімнің сынып жетекші қызметімдегі кішкентай әлем туралы сыр шертпекпін. Мен Мұсабаева Майра Андасовна, математика пәнінің мұғалімі. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің түлегімін. Еңбек жолымды 2010 жылдың қыркүйек айында Арыс қаласындағы Иван Журба атындағы орта мектебінен бастадым. Жұмыс өтілі 15 жыл. Санатым педагог зерттеуші. Менің ұстанымым ұстаз, ол тұлға тәрбиелеп жатқан ұлы адам. Негізгі пәнімнен бөлек 8 А сыныбына жетекшілік етемін. Сыныбымда 24 оқушы бар. Оның ішінде 5 оқушы үздік, 10 оқушы екпінді. Сынып жетекші болу оқушының тек күнделігін тексеру емес, оның жүрегіне үңіле білу. Менің сыныбым менің мақтанышым. Біздің ұжымда білекті де, жүректі шәкірттер тәрбиеленуде. Атап айтсам, сыныбымызда бокс және дзюдо спорт түрлерінен облыстық, республикалық жарыстарда топ жарып, жеңіс тұғырынан көрініп жүрген чемпиондарымыз бар. Олардың әрбір жеңісі сыныптың мерейі. Сонымен қатар мәдени іс-шараларда да белсендіміз. Жақында ғана өткен күз ханзадасы мен хан шайымы байқауында оқушыларым өз өнерлерін паш етіп, жүлделі 1-ші орынды иеленді. Бұл біздің ауызбіршілігіміздің жемісі. Бала тәрбиесі бесіктен, ал мектептегі тәрбие отбасымен тығыз байланыстан басталады. Мен үшін ата-ана серіктес. Біз ата-аналармен бірлесе отырып, баланың жан-жақты дамуына жағдай жасаймыз. Жиі өткізілетін тренингтер, ашық есік күндері және бірлескен жорықтар біздің татулығымыздың кепілі. Үштік одақ, ұстаз, оқушы, ата-ана бірлігі бізде жақсы жолға қойылған. Ұстаз болу, қатал болу деген сөз емес. Мен балалармен сырласпын, доспын. Менің жаным өнерге жақын, ән айтқанды қатты жақсы көремін. Бірақ мен үшін ең бақытты сәт сахнада жеке ән салу емес, шәкірттермен қосылып ән шырқау. Сыныбыммен бірге ән айтқанда біздің жүрегіміз бір ырғақпен соққандай болады. Сол сәттегі балалардың көзіндегі қуаныш пен сенім маған қанат бітіреді. Музыка бізді біріктіреді, көңілімізді көтереді және рухани байытады. Менің мақсатым тек білімді оқушы ғана емес, рухы биік, дені сау, өнерлі тұлға тәрбиелеу. Спорттағы жігер, өнердегі нәзіктік және білімдегі алғырлық менің сыныбымның басты құндылықтары. Мен бақытты сынып жетекшімін, себебі менің артымда асқар таудай ата-аналар мен болашағы жарқын шәкірттерім тұр. Назарларыңызға рахмет.